Қыздар, бүгін картошка мен гречкадан кәдімгі фаршпен дайындаған сияқты өте дәмді котлет дайындаймыз. Ең бірінші бізге картошка мен гречканы жақсылап пісіріп алуымыз керек. Картошка піскеннен кейін кәдімгі пюре жасаған сияқты мыжғылаймыз, бірақ сүт, май қоспаймыз. Дайын болған соң үстіне гречкаңызды қосасыз. Өзіңіздің қалауыңызша тұзыңызды, дәмдеуішіңізді, бұрыштарыңызды қоссаңыз болады. Бір жұмыртқа міндетті түрде қосасыз, себебі шашырап кетпей, ажыратпай қосып біріктіріп тұрады. Барлығын жақсылап араластырамыз да, кәдімгі котлеттің формасын дайындап шығамыз. Тек қана котлеттен бір айырмашылығы жұқалау болу керек. Екі бетін ұнға немесе сухарикиді майталап, сухарикиге аунатып алсаңыз болады. Қыздар, дәл осындай котлетті пісіргіңіз келсе, пісіретін болсаңыз, міндетті түрде, немесе пісірген бұрында пісірген болсаңыз, комментарийға өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер, мен қуанамын, барлығын оқитын боламын, мені қолдап комментарий жазып кетіңіздер. Енді қызып тұрған майымызға барлығын салып шығамыз. Өте қатты жоғары отта қызарғанша пісіреміз. Белгілі бір уақытта пісірмейміз, себебі іші піскен болғандықтан тек қызарғанша, күйгенше, сәл ғана күйгенше пісіріп аласыз да. Осылай салфеткаға шығарасыз, себебі майын кішкене тартып алу керек. Мінекей қыздар, дәл осылай барлық котлеттерді пісіріп шығамыз. Қыздарки, мінекей менің әп-әдемі топ-томпақ котлеттерім дайын болды. Міндетті түрде пісіріп көріңізші, өте дәмді. Көп затты керек етпейді. Шынымен де пісіріп көріңіз. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қойыңыз, комментарий жазыңыз, лайк басыңыз. 1000 подписчикке жеткен кезде керемет торттардың рецептісімен бөлісетін боламын.